Сәлем, сенімен бірге Есен апай. Бүгін біз дүниежүзі тарихындағы ең жиі кездесетін сұрақтардың біреуін менімен талқылап көреміз. Кеттік. 1815 жылы Вена конгресінің шешімі бойынша Пруссияға өткен француз иеліктері. А варианты Иллирия мен Тобаго. Бұл жерде Иллирия Балқан аумағы Австрия ықпалындағы жер болып табылады, ал Тобаго ол Кариб теңізіндегі арал болып табылады. Бұл Францияның европалық иеліктеріне де Пруссияға да түк қатысы жоқ болады. Яғни А варианты бізде келмейді. В варианты бізде Познань, Гданск, яғни Вена конгресі нәтижесінде Пруссия Польша жерлерінің бір бөлігін алады, ал Познань ол бізде ұлы Польша, яғни Гданск Пруссияның құрамына өтіп кетеді. Бұл Европадағы нақты территориялық өзгерістерге сәйкес келеді екен. Яғни бұл жерде бізде дұрыс жауап әрине ол В варианты болған екен. Сейшел мен Капқа тоқталатын болсақ, яғни Сейшел мен Кап ол бізде Сейшел арал, Кап отарлық аймақтар, Пруссиянікі болды. Теңіздер отар иеліктерге ие болған жоқ. Трест пен Тироль ол әрине Австрия империясының құрамындағы қала, олар өткен Пруссияға өткен жоқ еді. Бұл жерде дұрыс жауап Познань, Гданск болған екен.